Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Достар, бүгін 2019 жылы шыққан Файнам Европ сериалына шоу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Катриннің кеші алдыңғы күндерінен еш айырмашылық жоқ. Ол жұмысқа шыққалы жатыр. Бұл обсерватория ауыстыру өзінің ғана емес, бүкіл әлемнің тағдырын өзгертіп жіберетінін білмей тұрып еді. Катрин киімдерін жинап, такси шақырамын дегенше, бұл сәтте қаланың басқа жерінде Эмилиан атты соқыр қыз өзіне татуировка салып, үйіндегілерден жасырып қояды. Барлығы әдеттегідей өтіп жатты. Бірақ монитордан қайда екені белгісіз, бір толқын дыбыстары шығып жатыр. Ал Катриннің досы әрі әріптесі Йоханс бұл сигналдарды спутниктердің бірі шығарып жатты деп ойлады. Бірақ дыбыс шығып жатқан координатаны тексеріп, Йоханс түк таппайды. Таңға дейін бұл жерден ешбір астрофизиктер қайтпады. Олар дыбыс қайдан шығып жатқанын анықтай алмады. Басқа амал қалмаған соң, Йоханс Катринге қарап, айтқысы келмеген болжамын сыбырлайды. Бұл толқындарды өзге ғаламшарлықтар жіберуі мүмкін екен. Катрин құзырғы органдарға қоңырау шалып, оларда жерден тыс тіршілік барын хабарлайды. Эмилиан болса қолындағы татуировкасын ұзақ жасыра алмады. Кішкене демалу үшін үйіне қайтқан Сара қызының қолындағы татуировкасын көріп, көз жұма қойылым қоймай, Томға әңгіме айтып кетеді. Бұл сәтте отбасы отағасы Джонатан жұмыс бабымен конференцияда жүрген еді, және ол жұмысын тез аяқтап, үйге қайтқысы келеді. Катрин ханым министрлік алдында қалай өзге тіршілік иелерімен байланысқа шығуға ұрынғанын айтады, және ол өз мақсатына жетіп, обсерватория хабар алған болатын. Министрлер алаңдап, бұл байланыс қауіпті емес пе деген күдікпен қарайды. Өзге ғаламшарлық жайлы ақпарат бақ өкілдеріне де тарап кетеді, және бұл жайлы профессор Белфорд жаңалықтардан естіді. Дәрігер Дюран Брюссельден оралып, астрофизиктерді қорғау үшін әскерилер қаптап кеткенін байқады. Бірақ әлі Катрин олардың кімнен қорғайтынын ұға қоймаған еді. Үйіне профессор Белфордта қайтады, және биносын ішіп алып, ұлына билікке сенбейтінін айтты. Егер олар халықты тыныштандырмақ болса, бір қауіптің бары анық еді. Ал Джонатан ұзақ созылған конференциядан кейін төмен түсіп бір сүйкімді қызбен танысады. Қыз ер адамның нөмірінде кешкі ас ішуге қарсы емес еді. Бүкіл түн бойы Катрин өзінің сіңлісі Софияға хабарласумен болды. София болса тұтқаны көтермеді, себебі ол қатты тәуелдікпен ауырып жатты. Катрин қоңырау шалуды тоқтатуға мәжбүр болды, себебі жерге қатты жылдамдықпен бір авиак ұшып келе жатты. Біраз уақыт өте бүкіл әлем қонақтардың келгенін сезеді. Жер сілкініп, олар астероид деп ойлаған объектілердің ұшқыны келіп түседі. Ертесіне бүкіл мемлекет кешетінде құлаған метеорит, және ол ізінен қалдырған белгісіз объекттер жайлы айтады. Билік төтенше жағдай жариялайды, және түнде не болғанын түсінуге тырысады. Метеориттердің біріне бірінші топ жіберілді. Мұнда радиация тұрақты нормасынан аздап көтерілсе, электромагниттік поля тіпті жоғары екен. Катрин жұмысын қалдырып, үйге қоңырау шалады. Ақыры сіңлісінен хабар алды, және уақытша олардың ренжістерін ұмыта тұруға шақырып, қасына келуін өтінеді. Катрин өзге ғаламшарлық зиян келтірмей, тек сөйлесуді қалайтын деп ойлайтын. Бірақ түскен сигналдарды зерттеп оқып, Катрин бұл теорияға өзі сенуден қалып жатты. Және олар жерді жермен жексен етуге келді деп ойлай бастады. Ал профессор Форд сигналдар жайлы бар мәліметті зерттеп жатыр. Себебі ол әуел бастан өзге ғаламшарлықтар жақсы ниетпен келмегенін ұққан болатын. Ол өз күмәнін анықтап, билікте жұмыс жасайтын ұлына хабарласып, объекттер шығаратын электронды толқындар адамға зиян екенін айтып, жақын арада адамдар шетінен қырыла бастайды дейді. Адамдарды тезірек металл паналарға жасыру керек. Ден әкесіне мұны министрлікке жеткізем деп айтады. Ден айтқанын жасайды, бірақ министрлік мұны біледі екен. Олар жай ғана қорқыныш тарап кетпеу үшін айтпай отыр. Сары балаларын қаладан алып шығып кетпек болды. Бірақ көліктерді қайтарып жатқан соң, олар кептелісте қалып қояды. Мұны көрген Сара үйге қайтпақ болып шешті. Ал Эмилиан біртүрлі дауыстарды бірінші рет естіп жатпағанын айтты. Сосын объектіден толқындар шыға бастайды, және билік соғысқа дайындалуға бұйрық береді. Қала тұрғындары қобалжи бастады. Ал Форд болса бұрынғы әйелінің үйіне келеді. Әңгімені қысқа қайыру үшін ол қарт кісіні тепешіктен итеріп жібереді. Сара да қобалжи бастап, енді күту керек еместігін ұғынады, және көлігін жерасты тұрағына қойып, балалармен метроға барып жасырынады. Жердегі барлық техникалар өшіп қалып, кезекті шабуыл жасалды. Кәрім өз панасынан шығып, жан-жағына қарайды, және тек көлік қирандыларын көреді. Билде лифттен шығып жасырынып үлгермеген адамдардың денесін байқады.
және өз қарсыласының жансыз денесін терезе жаққа алып келіп, оның өлімін өзге ғаламшарлықтарға жабады. Адамдардың жоғарыға шығып жатқанын көрген Сара балаларын алып көтеріледі және көліктің жарамсыз күйде екенін байқап, енді тәуекел етіп жаяп жүру керектігін ұғады. Бірақ Сараның бұл жайлы ойлағанның өзі ауыр тиеді. Бұл кезде Джонатан сынған көліктер мен денелер арасынан үйге қайтып келе жатты. Базада өзге ғаламшарлықтар тағы да хабар жіберді. Әскерилер оны аудару үшін дәрігер Дюранды іздей бастайды. Бұл сәтте сіңілісін іздеген Катрин базадан алыстап кетіп еді. Ал профессор Форд дүниеден өткен адамдардың денесін жауып жатқан бұрынғы әйеліне қарап тұрып, көршісінің иті өлмей қалғанын байқайды. Бұл профессорға өте күдікті болып көрінді. Тірі қалғандарды іздеп, Кәрім далаға шығады. Ол су мен азық-түлік үшін дүкенге кіреді. Бұл ісі қарт дүкен иесіне ұнамады. Олардың арасында алысу орын алып, екеуі де қауіпті жарақат алады. Жолға шығып Катрин сіңілісінің көлігін тапты, бірақ ішінде ешкім жоқ екен. Сара болса жаралы Кәрімді тауып алады, бірақ ол тек балаларын ойлап, оны қалдырып кетпек еді. Сара сыртта бұл жайлы ұлымен ойласып тұр еді. Ал Эмилиан ішке жаралыны тыныштандырып жатыр. Қыздың артынан анасы келгенде, Кәрім соңғы үміті соқыр қызды ұстап алып, оны қатты қорқытып тастайды. Катрин сіңілісін іздеп орманға кіріп кетеді. Мұнда ол кішкене қыз Шарлоттаны тауып алады. Ол ата-анасын жоғалтып алған екен. Сондықтан Дюран қызды өзімен бірге алып кетеді. Бірақ оларды астрофизиктің жоғалып кеткенін байқаған әскерилер қуып жетеді. Катрин сіңілісін таппай қайтпайтынын айтады. Сондықтан әскерилер онымен бірге қалды. Ал Сара болса түнді өткізу үшін балалармен бос қонақ үйге келді. Отбасы дүкенде болған оқиғадан соң өздеріне келмеген еді. Екі жасөспірім Кәрімді өлімге тастап кеткендері үшін өздерін кінәлі сезініп жатыр. Софияны іздеп дәрігер Дюран мен әскерилер супермаркетке келеді және қоймаға алып баратын қанды іздер байқайды. Полковник қоймаға барып, тау болып жатқан денелерді тапқан кезінде сыртта қалған Катрин және басқаларға шатырдан оқ жаудыра бастайды. Катрин Шарлоттаны алып ішке кіріп кетеді. Ал полковник шабуыл жасаған кім екенін анықтамақ еді. Әйелі олардың артында жүрген өзге ғаламшарлықты сезеді. Оларға көмекке жауынгерлер келіп, қорыққан Шарлотта қашып кетеді. Ол тоңазытқышқа барып тығылады. Ал Катрин тек оның жансыз денесін табады. Балаларды ұйықтатып Сара қайта өзін жоғалтады және есін аздап жию үшін терезені ашып шылым тартты. Осы сәтте қарама-қарсы көшеде бір қыз көмек сұрап қашып келе жатқан. Онымен қоса белгісіз тіршілік иесі де келе жатқан еді. Осыдан соң көп ұзамай ащы дауыс шығады. Билік жасырып отырған панасынан шығып, далада не болып жатқанын білмек болды. Бірақ жауынгерлер шыға салысымен оларға шабуыл жасалынды. Өзге ғаламшарлықтағы да сигнал жібереді. Бұл ән екен. Сара бұл әнді өзге ғаламшарлықтармен сөйлесу үшін алдын жібергенін мойындады. Үйіне қайтып бара жатқан Сараны аурухана жертөлесінде жасырынған Эш тоқтатып, көмек сұрап оларды ішке кіргізеді. Эш жаңағы туылған сәбилер тым көп болған үшін үлгермей жатқанын айтып көмек сұрайды. Сара болса бұл жолы да көмектесуден бас тартады. Бірақ Эмилиан қарсы болып қалатынын айтып, анасын көндіреді. Джонатан да ештеңеге қарамастан үйге асығып келе жатты. Оны шекесінде қызыл тесік бар қыздың денесі тоқтатады. Ол көлік астында тірі қалған адамды көріп, онымен бірге жасырынып, көшеде серуен құрып жүрген төрт аяқты өзге ғаламшарлықтарды көреді. Форд әйел мен ұлдары жұмыс жасайтын билік базасына келеді. Бірақ кіре салып бұл жерде қорқынышты бір дүниенің болғаны анық еді. Профессор темір есіктің арғы жағынан дауыс естіп, ештеңе ойламастан есікті ашып, төрт аяқтыны шығарып алады. Ол профессорға шабуыл жасайды. Соңғы сәтте оны бұрынғы әйелі құтқарып алды. Қатты дауыстарға қалай тірі қалғаны белгісіз министр шығады. Министр өз ұлдарын құтқара алмағанын айтады және олардың ұлдары Дэн тірі қалған топпен кеткенін жеткізді. Билл министрдің жақындарын жерлеуге қабыр қазады. Олар денелерге келгенде министр жақындарымен кетуді қалайтынын айтады. Әйел оны түсініп шығып кетті. Ал минут өте оқтың дауысы шығады. Сара болса ауруханада қалып, балаларға қарап жатыр еді. Осында Эмилиан қатты біртүрлі дауыстарды естіп жатқанын айтып, оның көздерінде ақ жарық пайда болады. Ауруханаға Кәрім келеді және ол Сараны көріп, балаларына жақындамауын айтты. Профессор Форд роботты зерттеп, оның ішінен тірі организм табады. Ол денені зерттеп көріп, ағза тым қарапайым екенін айтып, мұның артында тағы біреу тұрғанын жеткізеді. Эмилиан қайталанған дауыстардан оянып кетті. Қыз шығу есігіне қарай бет алды. Оны көріп, Кәрім қыздың ізіне түседі. Эмилианның жоқ екенін байқаған Сара дереу көмекке асығады және оның қасында Кәрімді көріп тіптен шошып кетті. Бірақ бұл қазір қорқатын дүние емес еді. Себебі сырттан
атыс дауыстары естіліп жатыр. Сара болса терезеден не көргенін айтып береді. Оларға қару алып, тірі қалғандарды қорғаудан басқа амал қалмайды. Билл бункерден кішкене алыстап, Деннің денесін тауып алды. Қарт қайтып келіп, ұзақ уақыт әйеліне мұны қалай айтарын білмейді. Эмилин біраз дем алып тұрып, көздер қайта көрмей қалғанын аңғарды. Сара қызын тыныштандырып жатты. Бірақ Эмилин өзімен не болып жатқанын білмейтін. Хелен ұлының денесімен қоштасып, өзіне қол жұмсамақ ниетте. Бірақ соңғы сәтте райынан қайтып, Биллге қонақтарды жоқ қылатын қару ойлап табуын өтінеді. Түнде Эмилинге қайта көз жанары оралып, терезеден аурухана маңайына жиналып жатқан 4 аяқтыларды байқайды. Кәрім оларды дәлізге жеткендерінде бірақ байқады. Және ол Сараны оятып, палатаға ең кішкентайларды қорғауға келеді. Сара қызын алып балаларды қауіпсіз жерге алып кетпек болды. Бірақ Эмилин тоқтап, оларға біреудің жақындап келе жатқанын сезіп тұрғанын айтады. Отбасы тығыла бергенде, 4 аяқты дәлізде келе жатыр. Жыртқыш секілді құрбанын иіскеп тауып алатындай қозғалатын. Оларды балалар палатасынан шыққан дауыс құтқарып, Сара Эмилин мен Томды шыға беріске алып келеді. Эш оларды тоқтатып, басқаларды құтқаруға шақырады. Бірақ Сара мен Кәрім олар өздерін құтқару керек екенін айтып қоймайды. Қаланың тағы бір шетінде бір жасөспірімде біртүрлі дауысты естіп, оның артынан орманға беттеді. Дауыс оны құлаған объекттердің біріне алып келеді. Бірақ ол бір нәрседен қорқып кетіп қалды. Катрин қайта өзге ғаламшарлармен сөйлесіп, олардың неге шабуыл жасағанын білмек ниетте. Соңында ғалым үлкен антенналар жасап, бұл арқылы өзге ғаламшарлықтарға өздерін аңдуға рұқсат береді. Антенналар сигналды ұстайды, бірақ олар лезде жоғалып кетті. Полковник соңғы сигнал шыққан координатаны табуға бұйрық берді, ал Катрин базада қалудан бас тартады. Себебі ол жауапты өзгелермен бірге іздегісі келді. Эш болса Кәрімнің сөмкесінен қаруын алып, ауруханадағыларға бет алды. Джонатан Хлойдың үйіне келеді. Яғни ол өзге ғаламшарлықтардан бірге тығылған қыз. Хлой Сашаның анасы екен. Ол өз достары және жақындарымен жиналып, ата-анасының шабуылдан аман шықпағанын біледі. Кәрім Эштің қайта кеткенін аңғарып, қалған қаруларды өзімен алып досын аттанады. Әскерилер орманға келеді. Бұл жер тып-тыныш болған соң, полковник тоқтауды бұйырады. Полковник дұрыс айтқан екен, себебі тыныштық болу тозақ болатын. Олар өзге ғаламшарлықтардың шабуылына ұшырап, әскерилер бірінен соң бірі құлай бастады. Катрин басын ұстап жерге жата қалды. Полковник келіп оның есін жидырып, өзімен бірге алып кетті. Осымен достар, алғашқы 4 бөлімнің соңы. Егер келесі бөлімдерін қалайтын болсаңыздар, астына жаза кетіңіздер, және де лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.